Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде сүйіспеншілік пен достық бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бағалау критерийі: білім алушылар, яғни сіздер проблемалық сұрақтарды құрастырасыздар, мақал-мәтелдердің мәнін түсініп, орынды қолданасыздар. Бірінші тапсырма. Қазір мен сіздерге мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаңыздар. Менен кейін өздеріңіз бірнеше қайтара оқып танысасыздар. Мәтіннің тақырыбы: достық туралы бірер сөз. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп, деген екен Махамбет ақын. Достық туралы нақты ой айтқан философ Артур Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандықтың афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл дегеніміз досыңыздың қайғысы мен қуанышына ортақтаса білу деген сөз. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды депті. Шынайы достық қандай да болмасын, өмірлік жағдайларда досыңа көмекке келіп, оны қолдай білуді талап етеді. Өзінің досынан белгілі бір нәрселерді қажет ететін адам шынайы достыққа лайық емес. Бұрын адал достық ең жоғарғы адами құндылық саналатын, сондықтан оны белгілі ақындар жырға қосқан. Біздің ойымызша, бұрын достыққа үлкен сезіммен және жауапкершілікпен қараған. Достық үшін құрбан болуға да дайын болған. Бұрын асыл қасиет саналған достық бүгінде жай ғана қарым-қатынас немесе іскери байланыспен ғана шектеледі. Яғни, қазіргі таңдағы қарым-қатынас киноға бару және бірге отырып теледидар қарау шеңберінде қалған сияқты. Мүмкін бізге достар да, достық та қажет емес шығар. Әрине, жоқ. Қазір бізге достық бұрынғыдан бетер қажет. Достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Біздер достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз керек. Қайтарымын қажет етпей біреудің жолдарын үйрену керек. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен кісі болыпты. Бір отырыста Әйтімбет шешенге замандастары «Достық нешеу?» деп сұрақ қояды. Сонда Әйтімбет тұрып: «Достықтың екі түрі болады. Бірі адал достық, екіншісі амал достық». Дұрыс-ақ, енді оларды қалай ажырата аламыз дегендерге: «Адал достық өмірлік нұсқа болады, амал достықтың өрісі қысқа болады» деп жауап берген екен Әйтімбет. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдадыңыздар. Енді осы мәтіндегі көтерілген мәселені анықтайсыздар. Көтерілген мәселелер бойынша 4 проблемалық сұрақ құрастырасыздар. Екінші тапсырма. Достық тақырыбына сәйкес келетін 3 мақал-мәтел жазасыздар. Олардың мағынасын ашасыздар. Яғни беріліп отырған кестеге бірінші бағанасына мақал-мәтелдер жазасыздар. Екінші бағанасына сол мақал-мәтелдің мағынасын ашып жазасыздар. Құрметті оқушылар, жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша құрастырған әрбір сұрақтарыңызға 1 ұпайдан аласыздар. Екінші тапсырмада мақал-мәтелдер жаза алғандарыңызға 1 ұпай,
мақал-мәтелдердің мағынасын аша алғандарыңызға бір ұпай. Яғни сіздер 3 мақал-мәтелді де жазып, мағынасын ашуларыңыз шарт. Барлық ұпай саны 6. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.